Assalamualaikum. Otandastar, kandastar, tuğanдар, tuğskanдар, altı alaş deymiz ba, karga tamırlı kazak deymiz ba. Bәрләңізге менен дуғай сәлем. Сіздерге дуғай сәлем жолдаватқан солтүстік Қазақстан, Петропавл облысы, Мамулитка ауданы, Бостандық елді мекенінен Садыржан Әният бауырларыңыз. Мен жақында екі видео тараттым, видео мәлімдеме жасадым. Солтүстікке кісілерді шақырдым. Ата-аналар, көп балалы ата-аналарды, квартирада жүрген ата-аналарды мен осылай қарай шақырдым. Себебі бұл жақта жаңадан үй салынып жатыр. Сол үйге келсін, ие болсын деп шақырдым. Және бұл жақта үйлер арзан, бағана өкіметтің азда болса қолдауы бар деп шақырдым. Біз отандас ел республикалық ұйымы осы ішкі көші-қонға атсалысайық деп шештік. Мен осы Петропавл облысындағы орынбасармын. Бұл жерде енді біз осы отандас ел республикалық ұйымының ең алғашқы еңбегі біздің осы солтүстік Қазақстандағы биылғы 2021 жылғы еңбегі Талдықорғаннан 7 баласымен бір отбасы көшіп келді. Алдынан шықтық, пойыз вокзалда күтіп алдық. Жүгін мәшинемізге басып әкеп, өзіміздің ауылға менің жаныма әкеліп, өкіметтің жаңадан салған бір үйіне түсірдік. Жақында әкімшілік жақтан квотасын алғаннан кейін ақшасын береді деп, бір мәшине отынын түсіріп берді. Қазір жақсы күйеуде жұмысқа тұрды, өзде жұмысқа тұрды. Бұл біздің ең алғашқы бастаған көшіміз 2021 жылға. Ал енді бұл жерде кейбір ағайындар осы отандас ел республикалық ұйымын отандастар қорымен шатастырып жатады, бір қартайып қалған кісілер. Немесе енді ақылынан адасқан дейміз ба, алжыған дейміз ба, енді үйтіп айтсақ ауыр кетер. Сөйтіп шатастырып жатады. Не болса да о болсын, айналайын ағайын. Сіздерге айтарымыз, мына жаққа салынып жатқан үйге, мына жақтағы өкіметтің беріп жатқан нәрсесін сіздер алмасаңыздар да, анау жақта қаңғып жүрген дүнгандар мен сигандар келіп алып жатыр. Солар келіп ертең осы үйге ие болады, балаларын осы жерде жатып оқытады олар. Сіздер неге келмейсіздер, мен таңғалам. Көп балалы ата-аналар квартирада жүрген. Неге келмейсіздер? Петропавл, Павлодар, бұның аты орыстікі болғанменен заты біздікі. Атамыздың қаны, анамыздың көз жасы менен осы жерлер бізге қалған. Біз келейік осы жаққа, қоныс аударайық ағайындар. Бұл жақта неге аты орысша? Себебі 60%, 70% орыстан тұрады бұлар. Сосын ана шегіргөз орыстар бізге бұған көзін алартып жатыр. Біз бұл жақта қазақтың санын көбейтсек, олар ешқандай сөз айта алмайды. Біз квартирада ана жақта көрінгеннің есігінде жалданып, тапқан ақшамызды ана қазанға бермей-ақ, осы жаққа келіп, өзіңе мәңгілік баспана болатын ана үйге неге төлемейсіз? Бұл жерде ана өкімет ол үйді айтқан жоқ, пәлен 7 миллион теңге деген ол бір жай сөз. Біздің, немесе біздің бір ешқандай бір тіркеуде жоқ адамдардың айтып алған сөзі. Ол 7 миллион деп заңда бекітілген жоқ. 7 миллион теңге төлейсің деп ешқандай заңда, ешқандай келісімшартта жазылған жоқ. Оған ол үйге отырған әрбір тұлға, әрбір отбасы жаңа үйге кіргенде ешқайсысы 10 теңге әліңге дейін берген жоқ. Жай келді да отыр, жұмысын жасап жатыр. Бұл жерде 5 жыл бойы сол жаңа үйде отырсаң, 5 жылдан кейін ол үй саған қалады дейді. Сіз ол кезде ол үйді сіз 7 миллионға алмайсыз ғой, ойласаңыздар. 5 жыл отырған үйді сіз жарты бағасына алуыңыз мүмкін. Ол кезде де сізге ай сайын анау біздің өсімқор банктердің үйі құсап 60 мыңнан 70 мыңнан төле деп тұрған жоқ. 10 мыңнан 5 мыңнан 7 мыңнан төле деп тұр. Сіз сондайдан ғана төлейсіз, сіз ауылды жерде тұрсыз үйткені. Сіздің соған ғана жағдайыңыз жетеді. Сізді қуып жібере алмайды бұл жерден. Сізді де атып тастай алмайды Қазақстан өкіметі. Сіздер келмесеңіздер анау қаңғыған дүнгандар мен сигандарды, ойғырларды алып келеді бұл жерге. Айналайын қандастар, сіздер келіңіздер, ие болыңыздар. Бұл жердің
тағдырын өзгертетін сіздер айғайлап талақтаған менен іштеме өнбейді. Келіп бұл жақта қазақтың санын көбейту керек. Біздің жүрегімізді ауырту керек. Жабылып жатқан, өзінің отаныңда тұрып жабылып жатқан қазақ мектептер сенің жаныңды ауырту керек. Өзінің отаныңда жабылып жатқан қазақ ауылдар сенің жаныңды ауырту керек. Өзінің отаныңда, өзінің еліңде анау орысша аталып жатқан көшелер сенің жаныңды, жүрегіңді ауырту керек. Содан келу керек ағайындар, соны ойлау керек. Сосын үй жалдап тұруға деп 500 мың теңге квартира ақшасы беріледі. Бір рет. Бұның бәрі бір рет қана беріледі. 505 мың теңге деп бағана грант береді. 505 мың теңге грант. Орнынан тұрып келсін, бір-екі тұяқ мал албасын деп. Ал енді жұмыспен қайтеміз. Жұмыс керек бізге деп айтады екен біздің кісілер. Жұмыс істегісі келген адамға жұмыс табылады. Бұл жер қаңырап қалған қудала емес. Бұл жерде қаншама фермалар бар. Егіншілік, малшылық фермалар бар. Соған трактористтер тракторын айдасын, агрономдар агрономдығын қылсын. Бір жұмыс табуға айту шығып, еті тірі адам, жұмыс істеймін дейтін адам бұл жерде жанын бағалады. Өйткені бағана демеу бар. Бағана өкіметтің беретін демеу бар. Бұл жерге еңбек істеймін деген адам аяғынан тұра алады. Алма пыс, аузыма төс деп аузын ашып жатып, ана Нұр Отаннан садақа демет жататын адам бұл жаққа келмей-ақ қойсын. Ол бір-ақ рет қана берілетін квота, бір-ақ рет берілетін бағана грант 505. Екінші рет берілмейді. Ал енді мына үйге сіз Астанадан, Алматыдан, басқа қалаларда сіз бұл үйге өшіретке тұрасыз. Ал мұнаға неге? Көшіп келдіңіз, болды, кірдіңіз. Бұның тиімділігі сол. Екінші тиімділігі бұл солтүстік Қазақстанның ауылдарында үйдің бағасы арзан. Бұл да қымбаттап кетуі мүмкін. Бұл 23-ші жылда, 24-ші жылдан кейін, 2024 жылдан кейін бұл тоқтайды. Бұл тиімділік болмайды. Сол кезде бармақтарыңызды шайнағандарыңызбен бәрібір. Қазір қазақ, сенің қайсы қазақтың қай даласында да үйің болса, баспанаң болса болды емес пе? Бұл сенің жерің ғой, бұл сенің отаның ғой. Сен, Абай атаң айтты ғой, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта, бар қалан деді. Келдағы сен бір 4-5 балаңды әкелді қазақ мектептарға бер. Сол 4-5 бала прәнсет ойнайды бұл жақта, біздің жақта. Өйткені бұл жақта қазақтардың санасы. 4-5 бала бір мектептің тағдырын шешеді бұл жақта. Сіз үлес қосывасыз бір мектептің жабылмауына. Әр қазақ осыны ойлану керек. Әр қазақ солай квартирада жүрген ағайындар осылай келу керек. Тырысу керек, солай көшіп келем. Бір сезім болу керек, ең бірінші идеологиялық дайындық болу керек. Мен сол жақтың суығына тоңам, ыстығына күйем деп. Бұл жақта мен ешбір адамды көргім жоқ, үсіп өліп қалған. Және бір адам қыстың күні өліп қалса, оны көктемде жерлегенін көргім жоқ. Және бір кісілер айтады, мен солтүстікке барғам, ол жақта кедейлер баратын жер емес, байлар баратын жер дейді. Ол далбаса сөз. Ол бір жалқаудың сөзі, ол бір аңқаудың сөзі ол. Қайда келу керек? Сондай біздің квартирада жүрген ата-аналарымыз, көп балалы аналарымыз, ата-аналарымыз келіп, мына үйге, мына беріп жатқан үйге ие болу керек. Бұл тиімділік. Бұл ешқандай жерде жоқ. Қазақстанда. Енді басқа шетелде болса білмеймін. Мен шетелде тегін үй таратып жатқан жерде естігенім жоқ. Бірақ мынау бір орай, мынаны пайдаланып қалу керек қазақтар. Бұны сендер пайдаланбасаңдар да бағанағы қаңғыған дүнгендар мен сигандар Қырғызстаннан келген, ан жерден келген, соларды әкеп орналастырып жатыр. Балаларын қазақ деп жаздырып алған. Не істейсің енді? Өлтіресің ба? Қуып етесің ба? Одан да біздің қазақ неге келмейді осында? Мен осыған күйем. Мен осыған шақырам. Осы үшін біз ауызбіршілікте болайық ағайындар. Осы үшін әр қайсы мен осы үндеуімді әрбір қазақстандықтарға таратып қоюға, әрбір қазақстандықтардың WhatsApp группаларына жіберіп қоюға өтінемін. Менің атым Садыржан, Аният, телефон WhatsApp нөмірім 8707-827-6926. Отандас ел атынан
Сіздерден артығырақ айтқан болсам, кешірім сұраймын. Құдай қаласа біздің отандас ел республикалық ұйымы енді біздің ішкі көші-қонмен де сыртқы көші-қонмен де айналысады. Құдай қаласа біз еліміз үшін, жеріміз үшін өз шамамыз жеткенше бір азаматтық жұмыс жасағымыз келеді деп айтқым келеді. Отандас ел атынан Садыржан Әният.